Амансыздар ма? Қолдау көрсетіп, тілектерін жазып отқан жандарға үлкен рахметімді айтамын. Қолын өскен ер азамат болған, қолынан келмейтін нәрсе жоқ екен, өзім де таңғалып қалдым. Енді көбісі айтып отыр, осындай баланы тәрбиелеп өсірген атасына рахмет деп. Әлбетте, атасына үлкен рахметімді айтамын. Алла разы болсын. Мен ешқашан ол жақсылығын ұмытпаймын. Және тәрбие жағына келсек те өте жақсы тәрбиеленген. Бірақ достар, айта кетейін, мен араласпай қалған емеспін баламен. Мен әрдайым байланыстамын баламен. Просто енді бір жағдайларға байланысты көп уақыттан бері көрмей қалғам. Сондықтан артық жазып, сен араласпағансың, енді дайын балаға келдің ба деп артық айтудың қажеті жоқ. Мен әрқашан баламмен байланыста, связьда ешқашан арақатынасымды үзбегем. Рахмет. Так, сенің жылқы тұратын орның болады, Музыка. Конюшня ма? Музыктікі? Музыка. Мына жақта сенің жылқың тұрады. Музафартікі мен атын тұрады. Да. Сен арендовать етесің ғой примерно. Арендова. Мына жақта жылқысы тұрады екен скоро, бұйыртса. Дайындалып жатсың мен да? Соны дайындалып жатырық қой. Дестерден жылқы әрекетке береді. Әрекетке берекет? Ладно. Қайсы? Бұны жет. Салу керек, ішіне құм салу. Алматылықтар болған кейін бізге сәл қызықты, астаналықтар Алматыға келгенде осындай бір эмоциялар беріп жатады. Өзі Астана ай сайын емес, жыл сайын емес, ай сайын өзгере ма, сондай бір. Күшті болып қапты. Баяда мен әскерде негізі Астанада болғам. Сол кезде бәйтеректің түбінде жүретін едік. Қарнымыз ашып, қарап есіме түсіп жатыр қазір. Көркейе берсін қазақ елін. Қуан Опасный зонада 4 адам тұр. 4 адамның кім, қайсысы, қалай, неге, не себепті жобадан кетеді, соның барлығын бірге білетін боламыз. Осылай келе жатқаным бар енді. Жаққа жетіп қалдым. Негізі ерте келгем. Тамақ іштім дегенде. Сонымен ала берсе ертең эфирде көрсеміз. 14:30-да бізбен бірге болыңыздар. Евразия телеарнасы қосып қойыңыздар. Әдеттегідей қосылайық жобасымен бірге болыңыздар. Ой алла, 8:30-нан бастап дайындалды. Сағат 10-нан кетті, мына қыз енді шығып жатыр үйден. Сабаққа барам дейді. Арасында сабаққа баратыны бар екен есіне түскен кезде. Айтам бәрін. Мен де үйден шығып баратырмын. Қазір бір адамдармен жолғамын. Ой, сіздерге айтпай үндемей бір нәрсені жасап жүрмін. Қазір көрсетуге болмайды. Бүгін съемка болады. Менде жақында Алла қаласа бренд шығады. Білесіздер, мен бір нәрсе шығаратын болсам, зерттеп, қарап, бірінші кезекте ешқандай зияны жоқ па, табиғи ма, табиғи емес па, полный қарап, бүкіл ішіндегі рецепттерін жасап, сөйтіп бір емес 2 өнім шығардым. Алла қаласа бүгін жаймендеп соның съемкасын жасап бастаймыз. Ей, жарасса Құдай үшін жарасып тұрған жоқ ана мен. Жарасса Құдай үшін жарасып тұрған жоқ ана мен деймін. Айтыңдаршы, нормально болып тұр. Нормально, түгі де жоқ. Қалай жарасады? Мынан қара. Төбең классика, астың спортивка болды ғой сенің. Спортивіне болды ғой. Стильно вы. Ой, неқта екен ғой, көрінбей тұр. Стиль таза, Қызылорда. Берғаш? Қызылордалықтар ұрып өлтірмесін мені. Нормально, да? Айтыңдаршы. Нормально емес, но қалай нормально болады? Мына кроссовка мен юбка әдемі, нежный юбка киіп алған еще. Көремайды осы мен. Қай жерін көремайым, айнаға қай жерін көремайым. Неріма тимеш. Сол бүгін Алла қаласа жақында шығатын жаңа брендтің түсіріліміне бара жатырмын. Пока жайлап түсіріп бастайын деп жатырмын. Бұйырса, иншалла Қазақстанға хит болады. Алла қаласа барлықтарыңыздың үйіңізде болады. Күнделікті өмірде қолдануға арналған дүние шығардым. Та-та-та-та. Сары болып киініп алыппыз ғой. Балапан. Маған бүгін измена жасайын деп жатыр. Қайда барасың десем, свиданияға дейді. Шашы бар қызбен свиданияға барады. Изменение ма, балапан? Қыздардан қызғанатын ау мені, Құдай сақтасын. Қызбен жолған, қызбен ана контент ақылдасу керек. Еще знаете, контент-мейкер жалдаған ғой. Мен әлі жалдаған жоқ, негізі қазір көреміз. Нормально болса жалдаймын, бұйырса. Енді брендімді алып, сол бір адамға тапсырғым келіп жатыр да. Так
жұмысым жетеді бар ғой. Мен қазір сондай ақылды болып кеткен, бүкіл жұмысын бөліп беремін халыққа. Сөйтіп өзім ұйықтаймын, ерте ұйықтаймын. Мысалы заказды вообще мен қабылдамаймын, жасау қабылдайды, өзі жазады, өзі толтырады. Мен болсам ұйықтаймын. Жас менің көзім. Көре алмайтын. Өйтіп не қылмаңдар, ақшасын алып. Ақшасын алып жатыр, бірақ енді бесплатно не алып жатқан жоқ қой. Жұмыс беру. В общем, машина жууға барам. Күйген дүние күйсін. Бүгін бір атта қоймаппын ғой. Спай ана бір қызды лапочка моя, принцесса моя деп бір бәле қойып алады ғой атты. Білмеймін мен, немене досым ба? Мен досым ғой бұл. Жаным, досым ғой. Терезе көрмей тұр. Терезе айна. Бұл менің досым. Бүгін досымда бар, шомылдырмасам болмайды. Уже бар ғой. Анау машинам цветі ақ қоя, қап-қара болып кеткен. Қап-қара. Апарып бүгін жуындырам қазір. Күйген дүние күйсін. Мынау қыз бүгін сабаққа барады қазір. Мен машинамды жуып отырып, сол жерде кітап оқып отырам. Түсіндің бе? Тез қайт. Сағынып қалады өзі. Өтірік сызылып қалған ше сағынбайды да ғой. Жұмыс істеткізіп жұмырақ болады. Жұмыс істетіп. Бәйше, сен жұмыс істеуге алғам ғой қасыма. Не қылам мен сен? Осы жерде түсіп қалайын. Осы жерде түсіп қалайын. Айна. Тап-таза болды. Ой, Алла. Қарасаңыздар. Машинамның түрі кірді ғой. Рахмет, Алла разы болсын. Ойбай. Ужас болып кеткен еді машинам. Шаң болып кеткен еді. Ғана машина алған кезде. Машина алмай тұрып қой. Осыдан машина алсам, машинамды тап-таза ұстаймын деп айтатын тұғым ғой. Өтірік екен қыздар. Әшін алғанша сөйтіп айтады екенбіз. Алып болғаннан кейін болды. Жұмыс дейміз, анау дейміз, тіршілік дейміз, сонымен қала береді екен ғой.